Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Мұхамеджанова Әсел. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өзімнің көптен бері қолданып келе жатқан зебра бәлішінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысқа 4 жұмыртқаны және де шым тұз салып, миксердің жай жылдамдығымен араластырамыз. Және де қантты біртіндеп қосып отырып, миксердің ең жоғарғы жылдамдығына дейін миксерлейміз. Бізде көлемі 2-3 есе көбейген, аппақ масса шығу керек. Кейін қаймақты да біртіндеп қосамыз. Келесі кезекте ертілген сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Келесі кезекте ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып, массамызға аз-аздап қосып отыра миксерлейміз. Бізде осындай қамыр шығуы тез. Дайын болған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне 2 ас қасық какао және де 1 ас қасық қаймақ қосып араластырамыз. Пергамент қағазда төселген формаға 2 қамырды 1 ас қасықтан кезек-кезек салып отырамыз. Менде форма диаметрі 24 см. Өз қалауларыңыз бойынша бетіне өрнек жасасаңыздар болады. Менде бәліш 180 градуста шамамен 50-55 минутта пісіп шықты. Әр пеш әрқалай болғандықтан бәліштің піскен-піспегенін ағаш таяқшамен тексеріп отырыңыздар. Біздің зебра бәлішіміз дайын болды. Өте биік әрі өте жұмсақ болып шығады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көруіңізге кеңес беремін. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.